35-ші сөз. Мақшарға барғанда Құдай тағала қажы, молда, сопы, жомарт, шейіт соларды қатар қойып сұрар дейді. Дүниеде ғыззат үшін, сый құрмет алмақ үшін қажы болғанда, молда болғанда, сопы болғанда, жомарт болғанда, шейіт болғандарды бір бөлек қояр дейді. Ақыретке бола, бір ғана Құдай тағаланың разылығын таппақ үшін болғандарды бір бөлек қояр дейді. Дүние үшін болғандарға айтар дейді. Сендер дүниеде қажеке, молдеке, сопеке, мырзеке, батыреке аталмақ үшін өнер қылып едіңдер. Ол дүниең мұнда жоқ. Сендердің ол қызықты дүниең харап болған, сонымен қылған өнерлерін де бітті. Енді мұнда құрмет алмақ түгіл, сұрау беріңдер. Мал бердім, өмір бердім. Не үшін сол малдарыңды, өмірлеріңді, бетіңе ақыретті ұстап, дін ниетің дүниеде тұрып, жұртты алдамақ үшін сарып қылдыңдар деп. Ана шын ниетіменен орнын тауып, бір Құдайдың разылығы үшін өнер қылғандарға айтар дейді. Сендер бір ғана менің разылығымды іздеп малдарыңды, өмірлеріңді сарып қылып едіңдер. Мен разы болдым. Сіздерге лайықты құрметті орным бар, дайын, кіріңдер. Һәм ол разылықтарынан басқа, осы мақшар ішінде сендердің осы қылғаныңа өзі қылмаса да, іші еріп, ынтық болған достарын табылса, шафағат қылындар кеп айтар дейді.